Осыған байланысты жоғарыда аталған норма іс жүзінде қалай іске асырылады? Құрметті депутат мырза, ханым, кешіріңіз. Құрметті депутат ханым, енді Айжан Амангелді қызы. Құрметті Айжан Амангелді қызы. Сұрақты жазып алам деп ат жөнін жазып алуға ұмытып кеттім. Кешіріңіз. Әуелі ат жөнін жазу керек, сосын сұрақ жазасыз. Будут ли дать названия других? Президент сказал, что другие объекты должны остаться. Президент сөзіне қаншалық сенуге болады, Айдостар мырза? Өйткені президент бұған дейін айтқан ата заң өзгермейді деген өзгертті. Сол секілді президент ертең ол өзгерте салуы да мүмкін ғой. Президенттің атауы басқалары, ол енді басқа заман саясаткерлердің еншісіне қалсын. Басқа парламенттерге, басқа мәслихаттарға да жұмыстандырсаңыздаршы. Иә. Мәселен, сіздер айтып жатсыздар, қазір 7 жылдықты тоқтай тұрыңыздар. 7 жылдықты қазір бір сәтте қабылдап тастадыңыздар. Кезінде Астананы да солай Нұрсұлтан деп өзгерте салдыңыздар. Тоқаев кеткеннен кейін мына 7 жылдықты алып тастап келесі президент. Басқаша конституцияға арнайылап осындай бап енгізілді. Жоқ, ол бапты да өзгерте салуға болады ғой, сіздер сияқты қуыршақ депутаттар тұрғанда. Кешіріңіз, сөзіңізді байқап. Жоқ, қуыршақ депутат екендігіңіз рас қой. Өтірік. Қуыршақ екендігіңіз белгілі ғой. Мәселен, сіз кез келген мәселені қолдайсыздар. Жоқ, қолдамаймын. Мәселен, ападан тапсырмай келді, сіздер Нұрсұлтанды Астана деп өзгерттіңіздер. Жеке пікіріңіз. Сіз қандай да пікір ұстануға хақыңыз бар. Бірақ менің де өзіндік пікірім бар. Яғни сіздің пікір мен менің пікірім екеуі бір теңдей емес.